Есімі мен ерлігі елге мұра, ұрпаққа ұран болған Қаракерей Қабанбай батырдың туылғанына биыл 330 жыл толып отыр. Осыған орай Алматыда елмен жер тұтастығы, бабалар аманаты атауымен халықаралық ғылыми танымалдық конференция өтіп, ұлт тарихында алтын әріппен әдіптелген қаһарман тұлғаның өмір өнегесі тағылымды іс-шараның өзегіне айналды. Арман Октябрь. Тасын түртсең тарих сөйлейтін, шежіре далаға даңқы дәуірге жүк болған Қабанбай батырдың есімі ерекше аталды. Ел басына екіталай күн туғанда, жауына жебедей атылған жаужүрек батырдың жүріп өткен жолы кейінгілер үшін өлмес өнеге. Жиында сөз алған тарихшылар Қабанбай батыр өмірінде 103 рет шайқас өткізіп, бірде-бір рет жеңілмегенін тілге тиек етті. Ғалымдардың айтуынша, бұл негізсіз айтыла салған сөз емес, нақты тарихи құжаттарға сүйене отырып жасалған байлам. Дарабоз аталған Қабанбай батыр кең байтақ жерімізді жоңғар шапқыншылығынан азат етіп, көрегенділігімен көзге түсті. Даналығымен дастанға айналды, дейді зерттеушілер. Еліміздің әр аймағында Қабанбайға арнап 15 ескерткіш орнатылған. Шымкент, Түркістаннан бастап Шығыс Қазақстанға дейін батыр тұлғасы асқақтап тұр. Тіпті бір кездері Түркия, Қытайда да ескерткішін орнату туралы мәселе көтерілгенін білеміз. Қалай десек те Қабанбай есімі ұмытылған жоқ. Әр басқан ізі аңыздай айтылып, қазақтың қайсар қолбасшысы ретінде елінің жүрегінен орын алды. Тарихи деректерді тізбелесек, қазақтың бас батырларының бірі болғанын әйгілейтін дәйек көп, деді тарих ғылымдарының докторы профессор Ахмет Тоқтабай. Халықаралық Қабанбай қорының ұйымдастыруымен өткен іс-шараға еліміздегі іргелі оқу орындары мен ғылыми институттар басшылары, ғылымдар мен мәдениет жанашырлары қатысып, алыс жақын шетелдік ұйымдар мен ведомстволардан келген құттықтау хаттар оқылды. Баба салған сара жол кейінгілер үшін рухани азық, айнымас қазық болу қажет деген Қабанбай қорының басшысы Құсман Шалабанов ғылыми іс-шараны өткізудегі басты мақсат тұғырлы тұлға Қабанбай батырдың көзсіз ерлігін жас ұрпаққа кеңінен насихаттау екенін атап өтті. Қабанбай батырдың қаһармандық тарихын зерттеу мен зерделеу һәм оны насихаттау арқылы жастарды отансүйгіштікке баулудың маңызы зор. Бүгінгі іс-шараға дейін бұл бағытта қаншама жоба қолға алынды. Соның бірі Қабанбай батырдың 330 жылдығы қарсаңында танымдық экспедиция ұйымдастырылып, құрамында зерттеуші ғалымдар бар. Үркердей топ баһадүр басқан әр ізбен жүріп өтіп, батырлардың жорық жолдарын зерделеді. Экспедицияға қатысушылар мыңдаған шақырым жол жүрді. Әлі де жүйелі зерттелеген шайқас орындарын барлап, боздақтардың рухына құран бағыштады. Өлке тарихын бес саусағындай білетін
Көнөгөз қариялардың аузынан жазылып алынған дүниелер таптырмас тарихи деректерге айналып отыр. Бұл ең алдымен бабалар аманаты. Одан кейін ұрпақ алдындағы борышымыз. Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай, Саурық, Райымбек сынды ел үшін туған ерлердің, күллі қазаққа ортақ қаһармандардың есімдері, ерлігі үнемі айтылып жүрсе, ұрпағымыз ұсақталмайды, деді Құсман Кәрімұлы. Мазмұны басқосуда Мұрат Жүрінов, Қангелді Әбжанов, Зиябек Қабылдинов, Кенжеқан Матжанов, Мамай Ахметов бастаған ғалымдар баяндама жасап, өз ұсыныстарын білдірді. Руханият жанашырларынан бөлек Қанат Ислам, Темір Іспатаев қатарлы спорт саңлақтары да тарихи тұлғаның есімі ел есінде мәңгі қалуы үшін мазмұнды іс-шаралардың атқарылуы керектігін жеткізді. Тарихшы Берекет Кәрібаев, көнеден жеткен аңыздарға арқа сүйесек, Ерасылдың есімі 15-16 жасында жұртқа тегіс жайылған. Қарапайым батырдан қуатты әскердің қолбасшысына дейін қайсарлықпен жеткен батырдың бізге белгілі 5 есімі бар. Ізбасар, Нарбала, Қабанбай, Дарабоз, Ерасыл. 1735 жылы 20 желтоқсанда Көшек пен бауыры Барақ Сұлтанның орта жүзге орыс елшілігін жіберу туралы жазған хатында 2 сұлтан мен 32 би батырдың мөрі қойылған. Олардың ішінде Қабанбайдың да есімі бар. 1737 жылы Орынбор әкімшілігінің жансыздары ел ішінде жүрді. Солардың жазбаларының бірінде Қазыбек би өз ұлын басшы қылып, бірнеше адамды Қабанбай батырдың еліне аттандырды деген жолдары бар. Бұл деректер Қабанбай батырдың өз елінде үлкен беделге ие болғанын көрсетеді. Бұл тұста батыр небәрі 40-тың үстінде болған. Қабанбай жаумен бетпе-бет келген тұста батыр әл бейбіт кезеңде өз руына белді басшы болғанын Қытай деректері де дәлелдейді, деп атап өтті. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институттарының директоры Кенжеқан Матжанов қазақ әдебиетінде Қабанбай батыр туралы қаншама көркем шығарма жазылғанын, десе де батыр есімін жаңартуда тарихшылар үшін әлі де зерттеуді қажет ететін дүниелер аз емес екенін айтты. Ғалымның сөзіне қарағанда, Қабанбай батыр туралы 10 қолжазба бар десек, оның бәрінде батырдың
мептік бейнесі ашылған. Ал енді тарихи шындық қандай деген тұрғыда тарихшылар сол кездегі хандар институты, батырлар институты деген дүниелерді індете зерттелеу тиіс. Дей тұрғанмен, композиция оқылған қазақ қоғамындағы батырлар институты, Қабанбай батыр және 18 ғасырдағы қазақ қоғамы, Қаракерей Қабанбай, Қытай және Ресей деректерінде қазақтың бас батырының Азиядағы іздері атты тарихи деректерге негізделген баяндамалар іс-шаралардың мазмұнын арттыра түсті. Әрбір болашақ ұрпақтың жүрегінде от, халқына деген сүйіспеншілік болуы керек. Соған үлгі өнеге болатын, алға жетелейтін тұлғалар керек. Соның қақ төрінде тұратын қаһармандардың бірі Қабанбай бабамыз. Ендеше батырды дәріптеуден қазақ халқы тек ұтады. Ел қорғандарын еске алып, олардың отты рухын жастардың жүрегіне сіңіру әрбір саналы жанға парыз. Осы тұрғыдан келгенде, халықаралық Қабанбай қоры үлкен рухани іс-шара өткізіп, басқаларға да үлгі болды деп айта аламыз, деді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ұлықпан Сыдықов. Ұлт бірлігін ұлықтаған іс-шарада зиялы қауым айрықша тоқталған бір жайт, бұған дейін зерттелген шайқас орындарынан батыр бабалардың бірлігі мен ынтымағы анық байқалған. Айталық, отан қорғау жолында қаза болған бабалардың қорымдарында 300-дің ыру таңбалары қатар бедерленіпті. Іс-шара соңынан батыр бабалар рухына арнап ас беріліп, бір қатар азамат хан батыр Қабанбай дарабоз медалімен марапатталды.